Қайырлы күн достар. Бүгін Pinduoduo сайтындағы 6 сандық парольді ұмытып қалған жағдайда қалай восстановить етуге болатыны туралы видео сабақ болады. Мен басқан жазуларды басып қайталап отырыңыздар, иә. Жеке кабинетке барамыз. Жеке кабинетте осы бізде карта тіркейтін жер, иә, соны басамыз. Міне, осы жазуды басамыз. Мен көрсетіп отқан стрелкамен. Бұл жазудан кейін менің өзімнің Каспий Голд картам шығады. Сол картаны басамыз. Сіздерде қандай карта тіркелген, соны басасыздар. Жоғарыдағы жазуды басасыздар. Содан соң төмендегі жазуды басасыздар. Міне, төмендегі жазуды басамыз тағы да. Бұл жерде қызыл емес, қызылдың астындағы жазуды басамыз. Міне, бізге 6 сандық код шықты. Біз оны көкті басамыз, яғни ұмытып қалдым, иә. Міне, мына жерде картаның белгісін басамыз. Тағы да картаны ашамыз. Егер ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Енді қараңыздар, бұл жерге не тереміз? Менде 2270 деген карта тіркелген деп айттым, иә, Каспий Голд картам. Дәл соны қайтадан теріп шығамын да, міне қызыл батырманы басам. Ал мұнда жаңағы менің 2270 картамның данные бар ғой, Каспий Голдтың екінші бетіндегі аты жөніміз, картамыз қай уақытқа дейін жарамды, және 3 сандық код, яғни құпия кодты жазамыз. Одан соң мына қызыл батырманы басасыздар. Міне қараңыздар, бізге жаңағыдай 6 сандық кодты қайтадан ойлап табыңыз деген бет шықты. Сол 6 сандық код ойлап табасыздар. Сол жаңа ойлап тапқан кодты қайтадан жазасыздар. Повторите пароль дейді, новый пароль. Міне бізде жаңа пароль енгізілді. Оны қайтадан мына жерге жазамыз. Енді осы парольді ұмытып қалмай, бір жерге жазып қойыңыздар. Себебі сіздер осылай қайта-қайта восстановить берген сайын Pinduoduo сосын проверка жасай беретін болады сіздерге. Бұл тағы бір ескере кететін жайт, сіздерде пароль жаңағы тіркеген картаңыз өшіп кетеді. Қайтадан қоссаңыздар болады оны қызыл батырманы басып. Немесе каналда видео сабақ бар, қалай карта тіркеу керек, қалай карта өшіру керек деген. Соны қарап шығып, сол видео сабақ бойынша тіркеп алсаңыздар болады.